Elemandı nelikte елерген атын тартқанымен Ачының Көкбұлақ деген жеріне келдім. Ассаламалейкум ат сүйүүчүлөрү. Амансыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта ушул Эламандын өспүрүмүн тартып маалыматын сиздерге алып берейин. Эламандын агасы Бакай ака толуктап берет. Ата тегин эне тарабын бүт барын. Анан сиздер каналга сөз катталып, жакшы ой пикирди калтыра кеттиңиз. Бакай ака келиңиз. Бул өспүрүмдүн маалыматын бере берели бир четинен. Бул өспүрүмдүн жашы 4 жаш, жаңасы болду азыр. Теги боюнча Сургайдын Сураттын 4-ч поколениясы да. Эне тарабы ата тарапы? Эне тарабынан. Энеси. Анан былтыр кыштысында улакка чабылып, как положено үйрөтүлүп, бүт текшерүүдөн өткөн. 100% улакка үйрөнгөн. Кандай чыкты улагы? Улагы өтө жакшы. Жаба жакшы. Анан эми төлкө быйыл суутуш керек, чабыш керек. Ушу азыр суусу жакшы табына келдик. Азыр эми бастырып баштады. Анан табына келсе, дара ятта кыскасы. Жакшы экен. Атасы кандай ат? Атасы өзүбүздөн эле чыккан бир торат болчу. Жакшы ат болчу атасы дагы. Атасы мындай чоң эмес болчу. Энеси чоң болчу да мунун. Эне жагын көп тартты. Бул өзү деле мына түсү деле бүт ошол энесинин түсүнө барат. Ошо көк алмадагы суратка барат экен энеси, Ооба, энеси ошол аттын небереси болчу да. Сураттын. Ооба. Дүйшабанын суратынын. Дүйшабанын сураттын небереси да ошондон сураттан таркагандан балдарынан ошо Азимда бирөө бар болчу. Ошо Азимден чыккандан да бул. Кумадагы болзат, Нарыспекадагы болзат, дагы Жакып дегенде сурат бар болчу. Дагы бир күрөң ат чыккан мен билгенден. 6-7. Ошондон бирөөсүнөн да ошол бир немесин Азимдикинен Азимде Сарат бар болчу. Ошо Сараттан ошол линиядан да. Баа нишаны Азим дегендер эмеспи? Ошол нишаны ошол Азимдин атын. Жакшы экен. Ак сураттын баласы болчу ошол. Ошондон бирөөнү ушул биз жака сатып ачыга. Ошондон таркаган. Жакшы экен. Бунун кандай кароого, кылык жоругу, мүнөзү кандай Бакай ака? Мүнөзү оюн карагыраак. Анан өзү жоош кыйын. Кароого жакшы. Мондой чоң экен, жанына барганда мындай эркелеп, мындай неме болуп турат, ата кеч мындай немеси жок ашыкча. Сүрөп кетти, булкуп кетти, жулкуп кетти жокпу? Жок, андайлар жок. Мындай жаман характерлери жок. Жакшы экен. Боюн бийиктиги канча? Боюн бийиктиги 60-тан жогору. Чоң атка киреби? Чоң атка кирет. Чоң экен бирок чындыгында. Чоң. Чоң ат да бул. Кыргыз аттын чоңу десек болобу? Кыргыз аттын чоңу десе болот. Жакшы экен. Мен адыр жакындан бутугулду тартам. Бакай ака, бунун баасы кандай болот? Бунун баасы 15. Азыраак эле соода болот. Боло турган жери да. Андай узакта айтып мындай кылыштын кереги жок. Былтыртан бери Элеман айтып атат, буга кардар көп болот атат дейт. Канчага кылып атышты? Күчтүү пулдарга соода болот атат. Мынанча дештин кереги жок. Күчтүү жакшы эле соода болду. Ошон үчүн элге салып мындай кылайлы деп эле чыгарып атабыз. Атак жөнөкөй соода болуп аткан буга чейин деле. Элге салып элчетсин деген? Элге салып элчетсин. Ошо соода кылып аткандар деле келе берсе болот да. Келе берсин, кайсысы болсун. Эми балким бирөө жанагындай блокировкага коюп алып башкаларды киргизбей неметип аткандар башка жак. Ошон үчүн эл көрсүн, чистый. Жаккан алсын деп соодага чыгардык. Жакшы экен. Мен азыр жакындан тартайын. Бакай ака, бул азуу сайдуу сайлекпи? Азуу сайган. Тишин көрсөтүп коелу. 4 сайдуу, 2 сайдуу кандай болду? 4-1 сайдыптыр, сайган ооба. Астыңкысы толук жетилди экен, эми чыгып. Бирок жоон экен, Жоон эле жакшы. Азуулар. Жакшы экен. Мына кабагы таза кыргыз жылкынын чоңу, тектүүсүн, улагы жакшысын издегендер мына ушул тоонун арасында жаткан ушул күлүккө кайрыла бересиздер. Омуроосу, төштөрү. Мына акурга кыргам, эмне жүндөр түшүп калыптыр. Жанда да бир ат турат така бунунчу. Ошо тынбай асылып турат акурга орну. Тактага койгом, ошо орну берет бары. Үстү кандай? Үстү ака. Толоо. Туяктары. Дубалдын келген адам түшкүсү келбейт үстүнө. Ошода бул дагы өсөт, Кудай кааласа. Эмне жаңа сый болуп атат да. 2-3 асыга чейин атасы өрөт. Жоон өйөт дагы. Жакшы экен. Жакшы, мен бунун туяктары, арт жактары. Туяктарда мындай
немеген қара қалың жақсы. Тақасы бар екен, белі сор мына. Бойы бірақ бойы бойлуу екен. Жақсы екен. Еламан, нол жаққа кішіне бастырсаң, сатқақтарын тарта алмайм ма? Болды қайтыр. Бағы чақ түшті тартып тағыз, анан ат қинавайлы деп атшады. Бұндай бастырған аям терчи кетті кәға. Аяғын тұра түшінесің. Анан жанағындай немеле жағы, бақа әке. Оңғы солғы бұрылғандағы емелері жақшы ө? Жақшы. Андай налиона тұра бүт демесі келген. Тарбиясы. Онда неч демесі жоқ. Жақшы кен. Ондай тегерет қойсаң да болады елеман. Қинавайым десең бір екі тегерет қойсаң да болады елеман. Ордан оңға солға айланып қойсаң, ана қарап қойсаң. Көрсетті да қойса жақсы болады да. Бұл атын аяғады да бетті. Үссіқті атты қинавайым деп. Анан ол әркім әр несі ой. Жақсы кен, бері ғайры бер елем. Бері ғайры бер. Амдай суысы келіп тұрсақ ал орнынан шемірілет жөніне жазыр. Бұны қана кәсейді. Тердеп кетті. Қайсы ұлақтарда салдың, жақшыле салдың белем? Жана мен емеде да бір көрдім, видео тарталбай қалдым оқшайды. Ака бұлттер бұны тегеректе болған чоң ұлақтардың бәрін еле салынды тұрпы ұлақтарда. Емі бағандай ертеден кечке емес, бір ұлаққа бір-екі жолу ұлақтың үстіне жеткізіп тоқтатып қойып аттым. Барат, қадимгідей барат, түп-түз барат, секірбейді, кәмәш жоқ. Атқанда түп-түз барат ака. Тұрат, қадимгідей мойынды башты асып қойып тұрат. Еч қиналуайлы тұрды бұлтыр пүштісінде. Bir aş жері бар, çuğur қағанын ат жетпейді да бұны. Күлік пе? Күлік пе. Жақсы кен. Бірақ күліктей көрініп тұрады өзді. Күлік. Bunu olsa tayatası da ötte gülük başı. Жақсы. Атасы туралы. Atası bunun öte жақсы at başı çurkap жүрген at. Bunun hani neyesi жағындағы demesi öte күшті. Oşa tayatası ötte күшті at болғанда таштабаған sorunu қалбаған алаттын. Ал бұл өренде ötte қату çurkаған at болған. Tüy taştagan, bu tay taştagan андай sorunları көп болчу алаттын. Эми алат мындай катарда катымес болчу да кыйын аттарды болчу. Эми жылкы өзү көбүнчө любой эле неме гени эне жагына 80% эне жагына тартылат да. Ошо тага жагын балады тагысын тартып атпайбы. Потому что жылкы ошондой гени боюнча эне жагына тартылат.